Фильм 100% қазақша жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. Нағыз сырбаз жігіттер. 24 бөлім. Шыныңды айтшы, бірдеңе болды ма? Әлі ұйықтамағансың ба, апа? Тек шыныңды айт, қызым. Менде бәрі жақсы. Керемет. Енді сендермен бірге осы үйде тұрам. Жақсы емес пе? Қалай сонда? Не үшін? Ал чемпионше, мектепті не істемексің? Апа, талай рет айттым ғой, чемпион менің жігітім емес. Құдайым, сонда сен... Қандай қиындыққа тап болғанымызды есіңе түсірші. Әрине, одан да осы түпкірде тұрып, балық сатқанымыз жөн дейсің бе? Үсті басымыз балық сасып жүргені жақсы ма? Онда тұрған не бар екен? Болды, біткен жеріміз осы. Енді соңғы үмітімізден де айырылдық. Құдайым ай. Тиіспе маған. Апа! Сен де бір. 이전? Шандиден хабар бар ма? Жоқ, не істерімді білмеймін. Телефонымды алмайды. Бар айтқаны, бір балық аулайтын кентке бара жатырмын деген, бірақ қай жер екенін айтпады. Онымен бәрі жақсы болады. Уайымдама. Оны менен де жақсы білетін сияқтысың ғой. Мен қыздардың қандай екенін жақсы білем. Ал чемпион қалай? Көңіл күйі жоқ. Гайыл. Одан да екеуміз туралы сөйлесейік. Гайыл. Мен... Жоқ, бірінші мен бастаймын. Мен кездесуге бармай-ақ қойсаң болады. Сенің қандай адам екеніңді білемін ғой. Сондықтан алаңдама. Енді сенің мазаңды алмайым. Гайыл. Үнже мұғалім маған осыны үйретті. Кейін өміріңнің соңына дейін өкінбес үшін ол қолынан келгеннің бәрін істеген. Мен бірге болғаныңа көп рахмет. Егер Чанди телефон шалса, саған хабарын берем. Сау бол.
Енді не істейміз? Байғыз Чумпио, егер осылай жалғаса берсе, ол есінен адасып кетуі мүмкін. Қорқатын болдым ғой. Ханым, олай демеңіз. Жоқ, мен расында қатты қорқып тұрмын. Ханым, Әке! Әкешім! Әке! Әкешім! Бұған қалай ғана дәтің барды? Сенен де басқа қиындықтар басымнан асады. Апа! Жоқ, сені апа дегімде келмейді. Қалай? Бұған қалай дәтің барды? Өстіп істеуге не итермеледі сені? Не деп тұрсың? Бізге арқау болған әкеміз өліп қалды деп айтуға қалай дәтің барды? Не? Қайдан білгенімді білгің келе ме? Бар сұрағың келгені осы ғой, я? Неге үндемейсің? Соңғы күнімізге дейін осыны жасырғың келді ме? Не үшін, апа? Менің орнымда әкең де дәл солай істеуші еді. Не деп тұрсың? Басқару ісін өз қолыма алмақ болғам. Аяқ астынан әкең ауырып комаға түсіп қалды. Өстіп жатқанша одан да өлгенім артық деп ойладым, басқа малым болмады. Намысым біреудің аяушылығын көтере алмас еді. Намыс дейсің бе? Сонда өз балаларыңа сендердің әкелерің өлді деп айтқаныңды намысыңмен жауып тұрсың ба? Әкең үшін осы қадамға бардым. Не деп тұрсыңдар? Чумпио, саған бәрін өзім түсіндірем. Сабыр сақта. Не деп тұрсыңдар дейім? Мен болмай қалсам сен не істер едің? Апама, әпкеме және Шинхуа корпорациясына қамқор болам. Рас айтасың ба? Уәде бересің бе маған? Қане? Иә, мырза. Сенің әкең корпорацияны өркендету үшін қолынан келгеннің бәрін істеді. Ал сен болсаң,
осының бәрінен бас тартпақсың ба? Әкеңді осылай ұмытасың ба? Мырза, кешіріңіз. Кешіріңіз. Менің бір нәрсеге көзім жетті. Сен басқа әлемненсің. Екеуміздің кездескеніміз нағыз ғажап. Бірақ қазір өз әлеміме оралуым қажет. 너 하나밖에 난 모르고 다른 사람을 보고 있는 너 이런 내 마음도 모르겠지 너의 하루엔 나란 없겠지 또 추억조차 없겠지만 너만 바라만 보고 있는 나 자꾸 눈물이 흐르고 있어 너의 뒷모습을 보는 것도 난 행복이야 아직 나의 마음을 몰라도 끝내 스치듯이 가도 Қазір балық базарынан тікелей эфирдеміз. Ауа райы жылы. Базардан балықтың алуан түрін кездестіруге болады. Міне 8 аяқтың түрі. Келіңіздер, небәрі 10.000 вон. Балық Келіңіздер, маусымы басталып кетті. келіңіздер, небәрі 10.000 вон. Балық дәмін көргіңіз Келіңіздер. Сізге арзан бағамен берем. Алыңыздар. Өтінем, келіңіздер. 10.000 вон. Суода аралынан тікелей эфир аяқталды. Ең төмен бағалар, келіңіздер. Борам. Көріңіздер. Әкемізге барайын деп жатырмын. Бірге барасың ба? Жоқ. Чумпио. Чумпио. Апаңмен сөйлескің келмей ме? Апаңмен? Өміріңде мені балаң құрлы көрмегенсің. Бұдан бұлай үлгілі ана рөлін ойнамасаң да болады. Жетер енді. Маған бәрібір. Не? Өздерің бара беріңдер, мен бармайым. Чумпио. Чумпио, рас айтып тұрсың ба? Бізбен бірге жүр, қане кеттік. Айттым ғой, маған бәрібір.
Соңғы рет сұрап тұрмын. Бармайсың ба? Оны сағынып тұрсаң, онда бара бер. Мен кеттім. Барасың ба, бармайсың ба, өзің біл. Тыңдаш, қазір саған ең керек адам сол емес пе? Маған қайтып келсе де, жағдай өзгере қоймас. Оны күлдіргеннен басқа қолымнан не келеді? Оған қамқор болып қорғап жүруме, өзім де бұған сенбейтін болдым. Чумпия, анам нағыз сұр жылан. Өзім үлкен корпорация мұрагерімін. Ол түгіл өзім әрең жүрмін. Менің кесірімнен не көрмеді? Мені жек көріп кетуі де тиіс. Бірақ Чанди нағыз өжет қыз ғой. Міне сондықтан оны қинай алмайым. Өйткені мен оны сүйем. Бұл әңгімені енді қозғамайықшы. Бүгін балықтың біреуін де қалдырмай сатып жібергеніміз қандай жақсы болды, а? Апа, қарным ашып барады. Гансан күнім, қазір бірдеңе пісіріп берем. Кеттік. Әй, не боп қалды? Не боп қалды? Не болды? Оны сендерден сұрайын деп келдік. А? Неге бізді алдайсыңдар да жүресіңдер? Неге бізге өтірік айтуға ұялмайсыңдар, а? Кім өтірік айтты? Сен Шинхуа мұрагерінің болашақ келіні деп едің ғой. Ал менің қызым болса, сен емессің деді. Міне қараңыздар. Бұл қыз Шинхуадан да бай отбасынан шыққан екен. Жаңалықтарда олардың үйленетіні туралы айтыпты. Бұл ескі жаңалық емес пе? Не дейді? Рас айтасың ба? Сонда сенің әпкең шынымен де Шинхуа мұрагерінің келіні ме? Мүлде олай емес. Болды, тыңдағым да келмейді. Қане, менің қарызымды қайтар, дереу. Қазір берейін бе? Я, кім білсін, мүмкін қашып кететін шығарсыңдар. Сендерді аялап, тамаға келіп жүрсек? Сендер бізді алдап жүрсіңдер ғой, а? Тез қарызымызды қайтарыңдар. Тым болмаса жартысын қайтар. Қайтарыңдар. Ұятсыздар. Қайтарыңдар. Әй, қолдарыңа түскеннің бәрін алып кетіңдер. Түгін қалдырмаңдар. Қане, қолдарыңа түскенің бәрін алып кетейік. Алыңдар. Қарызды мен қайтарам. Джиху. Мырза? Бұл кісілердің қарызын мен өзім қайтарам. Құдайым. О, Құдайым. Өзі қандай сұлу. Қараңдаршы. Сұлу екен. Бойы ұзын. Бай отбасынан екені көрініп тұр. Енді бәрі жақсы болады. Көрдіңдер ме? Ойбай, демек оның айтқаны рас болғаны ма? Онда әлгі Шинхуа мұрагері осы жігіт болғаны ма? Өзіне қараңдаршы, өзі ұқыпты. Осыншама сұлу жігітті өмірімде кездестірмеппін. Ай, болды, жетер. Жүріңдер. Қане кетейік. Жоқ, жалғыз өзім өлмеймін. Бір өзім өлмеймін. Менің осында екенімді қайдан білдің? Маған қорқыныш дабылы түсті. Естімей қалам ба деп ұйықтай алмадым. Сен алар емеспін.
маған үнемі көмектесіп келесің. Сенің алдыңда қарыздармын, Джиху. 이름조차 모르게 조금만 더 이대로 Ал мен сенің алдында қарыздармын. 지금 난 너밖에 보이질 않는데 오늘까지만 너를 그저 바라만 보다 내일은 널 잊겠다고 다짐한다. Атаның халі қалай? Емханадан күні түні шықпайды. Өмірінің соңына дейін сол жерде болмақ. Иә, өзім де солай ойлағам. 이름조차 모르게 Мұны маған атам берді. Апама әжем сыйға тартыпты. 한 번도 못했던 말 Джиху, Қашан басталғанын білмеймін. Бірақ енді сенсіз өмір сүре алмаймын. 너 없이 살아가도 언제나 내 가슴 안에 너 있을 뿐. мен мұны қабылдай алмайм. Жанди, Оны жүрегімнен сызып тастаймын деп ойлап едім. Бәрін ұмытқым келді. Бірақ көріп тұрсың ба? Әлі тағып жүрмін. Оны ұмыта алар емеспін. Чунпионың махаббаты әлі де менің жүрегімде. 죄송해요. Кешірші, Джиху. бәрі жақсы. Бәрі жақсы. 이 세상 말로는 Жанди, оны әлі де ұмыта алмайм. Сенің жаныңда бақытты болады деп ойлайтынмын. Басқа ешкімге оны қия алмайм. Егер одан бас тартуға тура келсе, онда тек саған ғана жеңіл алам. Тек сен ғана лайықсың, Джиху. Басқа ешкім де емес. Ешкім.
бір өзім өлмейм, Шинхуаның құрығанын көрмей, бұл өмірден кетпейм. Жоқ! Чемпион! 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 Көзіңді аш. Қане көзіңді аш. Көзіңді аш деймін. Миссия орындалды. Не ексең соны орасың деген. Мен кінәлі емеспін. Мен кінәлі емеспін. Чемпион! Көзіңді аш деймін. Алло? Жедел жәрдем бе? Досымды көлік қағып кетті. Чемпион! Мені естіп тұрсың ба? Чемпион! Чемпион! Төтенше жағдай. Бүгін кешкі сағат 8-де теңіз өнімдерін өндіретін кішігірім кентте Шинхуа корпорациясының мұрагерін көлік қағып кетті. Күдікті дереу полиция бөлімшесіне жеткізілді. Полицияның айтуынша, күдікті Шинхуа корпорациясы сатып алған компанияның президенті болып шықты. Бұл кек алу мақсатында жасалған қылмыс екені мәлім болды. Енді ризасың ба? Осы ма қалағаның? Өтінем. Сабыр сақтаңыз. Бәрін ұлың үшін жасайым дегенің қайда? Сен корпорацияны чемпионмен бірге өркендейді деп едің ғой. Міне, енді не болғанын қараш. Жалғыз ұлыңа не болғанын көр. Апа, ұлыңның нені сүйіп жейтінін білесің бе? Ол туралы бірдеңе білесің бе, апа? Ота сәтті аяқталды деді. Енді жағдайы жақсару тиіс. Құдайға шүкір. Көлікті дайында. Мақұл. Көлік? Гонконгта ханымның шұғыл кездесуі бар. Әкем, мен не болғанын ұмытып қалдың ба? Шыныңды айтшы. Сен үшін не маңызды? Шинхуа ма әлде чемпион ма? Тым болмаса жауап берші. Президент ханым.
Чумпио суши мен раменді жақсы көреді. Ал ең сүйікті тамағы көшеде сататын балық кебабы. Бір жегенде 20-сын жеуі мүмкін. Тағы да таза ауада сейіл құрғанды ұнатады. Телескоппен жұлдыздарға қарағанды ұнатады. Уайымдамаңыз. Ол міндетті түрде тәуір болады. Чумпио. Чумпио, қалың қалай? О, Чумпио. Чумпио. Чумпио, бұл мен. Чумпио. Сенің әпкеңмін. Чумпио. 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 Чемпионы палатаға шығарды. Жанына бар. Қасында сен отырсаң, есін тез жиятынына сенімдімін. Көлікті тоқтатшы. Апа, сен ұлыңның нені сүйіп жейтінін білесің бе? Тым болмаса, ол туралы бірдеңе білесің бе өзі? Чумпио суши мен раменді жақсы көреді. Ал ең сүйікті тамағы көшеде сататын балық кебабы. Бір жегенде 20-сын жеуі мүмкін. Кеттік.
Қашан басталғанын білмеймін. Бірақ енді сенсіз өмір сүре алмаймын. Чемпио! Чемпио! Көзіңді аш. Сен ғана лайықсың деп айтып ем ғой. Сен ғана лайықсың. 너만 따라가다가 나만 바라보다가 이별이 오는 걸 보지 못했어 사랑 같은 거 이별 같은 거 두 번 다시는 이제 나지 않을래 상처 많이 남겨져 이렇게 가슴을 더 망가뜨려 아프게만 한 이런 거 나 하지 않을 일 Ата, 지호. ата, 야. 야. 힘들게만 하니까 Маған қараш. Шинхуа корпорациясын ұмыт. Мен жай ғана қарапайым жігітпін. Сенің жігітіңмін. Жоқ. Сен әрдайым Шинхуа мұрагері болып қаласың. Ал мен оны ұмыта алмайды екем. 고준표. Мені естимісің? Саған тағы да өтірік айттым. Мен үшін сен әрқашанда менің чемпион болып қала бересің. Кедей қызға ғашық болып қалған ақымақ Кочумпиосың. Есіңді жишы, Кочумпио. Дастарханды жайып қояйық. Қымбаттым. Бәрі жақсы ма? Жағдайың қалай? Біз үйдеміз. Бәрі сенің арқаңда. Әлгі қайықта жалығып кеткенде шығарсың, солай ма? Жоқ. Бәрі жақсарып келеді. Үйдің қожайыны кешірім сұрап, үй ақысын 2 есе түсірді. Әке, тезірек үйге оралшы. Сені күтеміз. Тезірек кел. Әке, бізде бәрі жақсы. Алаңдама. Өзіңе қарайлап жүр. Болды, қымбаттым. Сен үйде қуана күтеміз. Джиху. Чемпио есін жиыпты.
Чанди, кіре ғой. Ей, досым, түрің жақсарып кетіпті. Бұрынғыдан да әдемсің. Бәрі артта қалғаны қандай жақсы. Қайтып оралуыңмен жарайсың. Рахмет. Тірі болғаныма. Не үшін? 이 구준표님 Мені оңай жеңіле салады деп ойладың ба? Міне, чемпионың дәл өзі. Оңай емес. Чанди, неге тұрсың, бергел? Енді алаңдайтын түгі жоқ. Дәргер барлық анализдері жақсы шықты деп айтты. Сен үшін қуаныштымын. Чемпион. 근데 저 Бұл ұсқынсыз қайдан шыға келді? Чемпион, кім Чандиді танымай тұрсың ба? 에이 Әзіліңді доғар енді. Кім Чанди? Ол кім? Чемпион. Көчімпио, тым болмаса достарыңды танып тұрсың ба? Мазағың ба? Менің атым кім? Сойжон. Ал меніңше. Менімен ойнап тұрсыңдар ма? Сен Соубинсің. Сонда кім Чандиді 누군지 정 танымай тұрсың ба? 내가 Танысып едік. Джиху, ол сенің сүйген қызың ба? Жартылай амнезиясы бар. Жол апатынан кейін көптеген науқастармен мұндай жағдайлар болып тұрады. Уайымдамаңыз. Бірақ неліктен бір адамды ғана ұмытып қалған? Мүмкін бұл адамның кесірінен қатты қиналған болуы керек, немесе керісінше ең жақын адам шығар. Сондықтан есінде сақталмай қалған. Өзіне келу үшін қанша уақыт кетеді? Болжау өте қиын. Меніңше жарты жылдай. Кейде тіпті есіне түспеуі де мүмкін. Чемпион, сәлем. Ауа райы қандай керемет? Мен серуендеп қайтқың келмей ме? Ей, менің бөлмеме кіруге кім рұқсат берді? Не? Әлде мені ұнатып қалдың ба? Түсінбедім. Сен Джихудың жүретін қыз емессің бе? Ей, мен ешкімнің де жүретін қыз емеспін. Шынымды айтсам, мен Джихумен емес. Сен... Кет. Әлде кереңсің бе? 꺼지라 Мен саған көзіңді құрт, жоғал дедім. Чемпион. Сен сияқты қыздар жек көрем. Бөлмені босатшы.
Қайда тұрып қалдың, а? Қане түссеңші. Түс деймін саған. Қане? Міне ал, тек енді жылаушы болма, мақұл ма? Автомат кейде істемей қалады. Сондықтан да келесі жол бар күшіңмен теп. Рахмет. Ал сен мұнда ұзақ жатырсың ба? Сенің атың кім? Юми, Чан Юми, мен Корея өнер мектебінде оқимын. Ал мен Кім Чанди, Шинхуа мектебінде оқимын. Шинхуа? Жолың болыпты. Ал мұнда кімге келдің? Бір досыма... Сінікті. Өткенде шаңғы тебем деп аяғымды сындырып алдым. Сондықтан мұнда әлі біраз болам. Жүр, отыра тұрайық. Я, қане абайла. Юми, өзің сондай көңілді екенсің. Көңілді болмай қайтейін. Ауруханада адамдардың бәрі күйзеліске түсіп, көңілсіз жүреді. Ал мен олардай болғым келмейді. Күйзеліске ұшырамас үшін не істеу керек? Ауруханада ұзақ уақыт емделетін науқастарға. Өз бағытымен жүзу керек. Өз бағытымен? Ей, бәрі жақсы ма? Тыңдаш, меніңше саған жүруге әлі тым ерте сияқты. Не? Мүмкін саған арба кеп берермін. Жоқ, керек емес. Менің балдағыммен жүргің келе ме? Бұрын соңды қолданып көріп педің? Ей қыз, миымды жей бермей, мен жайма қалдыршы. Не деген дөрекі едің? Мен саған қыз емеспін. Менің атым Юми. Не? Сен бір вип палатада жатасың. Сенің кім екеніңді білмеймін, бірақ ауруханада барлық науқастар тең. Жоқ, тіпті мен сенен артықпын. Өйткені бұл ауруханада сенен де ұзақ жатырмын. Егер екінші аяғыңды да сындырғың келмесе, маған сүйеніп жүр. Жоқ, Юми, өзіңнің де аяғың ауырып тұр ғой. Одан да маған сүйен. Қане? Сен мұнда әлі жүрсің бе? Чанди, сау бол! Кім Чандиді қайтадан есіне түсіру үшін өткеннен бір оқиға айтып беруіміз керек. Мысалға, Кім Чандимен байланысты қандай жақсы оқиғалар бар еді? Көчімпио! Бұл кім тағы? Сен не істеп тұрсың? Мені қайтадан есіңе алғанда хабарлас. Не? Есің дұрыс па өзіңнің? Қайдан тап болдың? Чумпио, әлі есіңе түскен жоқ па? Нені түсіруім керек? Бұл қыз кім өзі? Күні бойы ғырымды шығарды.
Мүмкін бұл тым ерте болған жоқ па? 너무 오래됐나? Жоқ, бұл оның есінде қалмаған болуы керек. 것 같아. Басқа бірден ойлап табуымыз керек. Басқа? Менің төзімім таусылды деп ескертіп едім ғой. Ей, маған ескертетін сен кім едің сонша? Джихудың қызы болсаң да үнсіз қалмаспын. Көчімпел. Соңғы рет ескертем. Сен мен ойнайтын шамам жоқ. Ей! Ей, Джиху, мына есалаңды енді көрмейтін болайын, ұқтың ба? Әкет! Алаңдама. Сені бірден ұмытып кете алмайды. Бәлкім, менің кесірімнен қатты қиналған болар. Ал сені ұмытып кетті делік. Сеніңше осылай болғаны жақсы ма? Сен алар емеспін. Байларға арналған балдақтарда бола ма? Шын айтып тұрмын. Қарапайым адамдардың балдақтарын өлсем де қолданбаспын. Міне, қара. Мәссаған, жеп жеңіл ғой. Тіпті салмағы да сезілмейді. Себебі нағыз титаннан жасалған. Сондай қызық екенсің. Чүмпио, Джиху, сен де мұндасың ба? Чандей, сәлем. Сәлем. Кім Чандей? 준표 오빠 목발 봤어? Чемпионның балдақтарын көрдің бе? Нағыз титаннан жасалыпты. Сондай жеңіл екен. Мәссаған, сенің жігітің сондай сұлу екен. Сәлем, менің атым Чан Юми. Танысқаныма қуаныштымын. жаурап қаласың. Кеттік. Ішке кірейік. 해외에서 벌어들인 소득으로 실질 구매력을 나타내는 실질 Кім? Пиццаға тапсырыс бердің бе? Телескоппен жұлдыздарды зерттесең ғой шіркін. Ал сен астрономияға қызығасың ба? Жұлдыз дейсің бе? Анау тұрған ғарыштағы ең жарық жұлдыздардың бірі.
Тіпті маған ұқсайды десек те болады. Солай ма? Онда мен анау тұрған жұлдызбын. Әне. Не болды? Бір жерің ауырып қалды ма? Маңызды бір нәрсені ұмытып қалған сияқтымын. Есіме түсіре алмай отырмын. Ойыма еш келер емес. Алаңдама. Саған маңызды болса, онда көп ұзамай есіңе түсірерсің. Ал егер керегі жоқ болса, онда ұмытқаның жақсы. Қазір ең бастысы тынығып алғаның жөн. Ей, досым, халің қалай? Сені күнде көретін болдық қой. Сәлем. Я, енді біз ажымыз. Ажы? Аурухана жұбымыз. Ауруханада барлық дәргерлер мен науқастар бізді солай атайды. Бір-бірімізге жарасамыз ба? Чемпио, әлі де есіңе түсірген жоқсың ба? 내가 뭘 기억해야 되는? Нені түсіруім керек? Кім Чанди? 아 그러니까 Неге айта бересің? Неге сенің қызыңды есіме түсіруім керек? Сен оны қайдан тауып алдың? 아다 필요. Енді ауруханадан көрмейтін болайын. Түсіндің бе? Ағырымды шығарып бітті. Есуас екен өз. Жетер енді, көзіме көрінбесін. Чемпио! Өтінем, керек жоқ. Оларға не болды? Джиху. Мен шай әкелейін. Кешірші. Не үшін кешірейін? Керісінше, мен кешірім сұрауым керек. Өзімді ұстай алмадым. Мен сені Чунпиоға тиіспесін деп тоқтатқаным жоқ. Керісінше, оған қолыңды көтерсең, кейін өкініп жүретініңді білдім. Мені далада ұзақ күтіп қалғансың ба? Қолың тоңып қалыпты ғой. Қане, қолыңды әкел. Сенің жүрегіңде де суық тұр. Менің алдымда мықты көрінбей ақ қой. Жоқ, олай емес. Жай, сен менің қасымдасың. Сенің қасыңда ғана өзімді батыл сезінем. Мен шай қояйын. Жиырма төртінші бөлімнің соңы. Фильм 100% қазақша жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. 2019 жыл. 생각났어. 내가 잃어버린 게 너지. 이제 다 끝났어요. 이런 말도 안 되는 상황으로 니네들이 헤어지는 거 난 용납 못해. 그 여자 표정이 자꾸 지워지질 않아. 결국엔 금잔디랑 구준표는
가족밖에 안 됐던 거지. 오늘은 여러분께 특별히 알려드릴 소식이 있어서 이런 자리를 마련했는데요. 구준표 장유미, 저희 두 사람은 다음 달에 함께 미국으로 유학 가기로 결정했습니다. 손을 뻗어봐도 아무리 불러도 너는 내게서 멀